Қайырлы күн, бүгін сіздермен шығыс тәттісін даярлайтын боламыз. Жасалуы өте оңай, бірақ та дәмі өте керемет болып шығады. Дәмі кішкене пахлаваға ұқсайды. Осылай жасап, қамырын салмасын салып, пешке сала саласыздар. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Ең алдымен ұнымызды алып, 150 грамм сары майымызды салып, қолымызбен осылай ұнымызбен малып, песочка жасап аламыз. 60 грамм қантымызды және де 1 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, қамырымызды жинап аламыз. Бізде үгітілмелі қамыр шығады. Барлығы толықтай біріккеннен кейін мешокқа салып, тоңазытқышымызға жарты сағатқа қойып аламыз. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу қажет. Жарты сағат қамырымыз сыныққаннан кейін алып, қолымыздың көмегімен формамызға біркелкетіп жайып аламыз. Үстіне алдын ала үгітілген 100 грамм грек жаңғағын бір тегіс етіп жайып шығамыз. Қалауларыңызға қарай басқа да дәмдерді қоссаңыздар болады. Мен 100 грамм мес қосып, екеуін жақсылап араластырып, бетіне 350 грамм мөлшерінде қоюлатылған сүтімізді құйып, 180 градусқа 35 минутқа пісіруге жіберемін. Барлығын алдын ала жуып дайындап аламыз. Керекті заттардың граммдарын описаниеге жазып кетемін. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдауларыңызды сұраймын. Қоюлатылған сүтімізді бір тегіс етіп, бетіне құйып шығамыз және де пешке жібереміз. Бізде өте дәмді пирог шығады, жасап көріңіздер. Ас болсын, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.